етті, ол тақуалық емес. Сен таза болсаң, біреудің қателігіне қиналасың, біреудің қателігіне. Жаңа пайғамбарымыз ғана әйел адам келіп тұрғанда, астағфиралла, қалай істеп жүрсіңдер деді ма пайғамбарымыз? Әлде екеумізден басқа ешкім білмей қойсын, бар да алданып кетсін деді ме? Бұл тазалық деген нәрсе мүлде басқа. Бізде ғана біреудің көтере алмайтын, біреудің сыртынан сөйлейтін бәрі ластық. Мойындау керексің. Мен мойындамасам, сол нәрсеме тәубаға келе алмасам, мен тазарамаймын. Сол үшін бағанағы дұғаның артына тоқталып кетейік. Жалпы тақырыбымызды бір өзімізге осы заманда орындай алатындай маңызды нәрселерге. Жалпы мен өзімнің сканердан өткізіп, күллі ақауларымды көрдім. Медицинада қаныңыздағы қай витамин жетпейді сияқты нәрсе, кәдімгідей дәл осылай, мен сізге айтайын, дәл осылай үлкен қағазды аласыз да, өзіңізді полный сканировать етесіз. Бұны медицина аппаратымен жасай алмайсыз. Мен әрдайым біреу осындай сөйлеген кезде тәкаппарлығым ұстап кетеді. Үйге қонақ келген кезде кәдімгідей жаман боламын. Неге келді бұлар? Тағы осындай болғанда осындай боламын. Балам осындай қателік жасаса осындай боламын. Біреу бір өсек айтып жатса қосылып кетемін. Құранды оқимын деймін де оқымаймын. Кәдімгі сканировать етіп, хотя бы 100-ге толтырайық. Неге 100-ге толтырайық деп айтып жатырмын? Өйткені пайғамбар саллаллаху сондай тақуа болады, күніне 100 рет астағфирулла ва атубу илейх деп айтатын. Алладан кешірім сұраймын, және оған тәубемен ораламын. Алладан кешірім сұраймын, және одан тәубемен ораламын. Маған осы астағфирулла ва атубу илейхи деген сөзім бар ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сияқты Алладан кешірім сұраймын, тәубемен ораламын деген кезде жаңағы 100-дің біреуі. Екіншісін айтқан кезде екіншісі. Мен кәдімгідей не үшін айтып жатқанымды білу керек, мен білмеймін де оны. Яғни бұл менің мойындауым, шын мәнінде менің өзімнің бойымдағы жаңағы ластықтарымды мойындауым. Сосын мен солардан тәубеге келіп отырмын қазір. Әрқайсысына детально мен осындай күйде жасай алғаннан кейін, жаңағы 100-дің қайсысының қазір 5 минуттан кейін оқиғасы болады, мен соны жасамайтын жағдайға жолыға бастаймын. Сол кезде тазалық басталады да, сол жасамаған кезде мен мына жақтағы нәрсемнен жиіркенуім артады. Ойбай, мен қалай жасағам бұны? Сол тазалық. Кеше балама бір ыдысты құлатып алған үшін оңдырмай, сондай бір ұрысқан сияқты жағдайым болдым. Бүгін одан да қымбат нәрсе кружканы құлатып алып еді. Мен жаңағы нені айтып отқан кезде. Баламның күллі дүниеден қымбат екенін алып, бұны құшақтап отырып, көзімнен жас келіп отырып жасап отырмын ғой. Тазалық деген нәрсе басқа нәрсе мүлде өмірде. Тіл, сосын көрдіңіз ба? Өзіңіз сөйлемейтін оразаны, Израиль ұрпақтарына сөйлемейтін оразаны заңдастырған, өзіңіз ойлаңыз.